Картоптың пайдасы мен зияны. Арамызда мен картоп жей алмаймын, немесе маған картоп жеуге ұнамайды дейтіндер бар дегенге сену өте қиын. Өйткені картоптан жасалған кез келген тағам өте дәмді әрі тез дайындалатын болып келеді. Әсіресе картоптан жасалатын картоп қытырлықтарын, чипс тағамдарын құндылығының аздығына және зияндығына қарамастан сүйіп жейтіндердің қатары аз емес. Славян халықтарының екінші нанына айналған бұл ежелгі көкөністің алғаш рет осыдан 12 000 жыл бұрын үнді тайпаларында өсірген екен. Есіңізде болса, картоптың шығу тарихын, оның таралуын біз сіздерге бұға дейін әңгімелеген де болатынбыз. Картоптың адам ағзасына тигізер пайдасы мен зияны бүгінгі тақырыптың негізгі арқауы болмақ. Картоптың құрамында С, В1, В2, В6, В9, ПП, К дәрумендерінің бай көзі кальций, темір, магний, натрий және фосфор бар. Ал ең басым бөлігінің 75%-ын су құрайды. Картоп ең қолжетімді тауарлардың бірі болып табылады. Оны кез келген уақытта сатып алуға болады. Ешқандай арнайы шаралар керек емес. Тек құрғақ жерде сақтау керек. Картоптың құрамында кальций және калий біздің ағзамызда ас тұзының зиянды әсерін бейтараптандырады. Өз кезегінде магний жүректі нығайтады. Оның арқасында біз кез келген күйзелісті бастан жақсы өткереміз. Сондықтан картопты күйзеліске ой беретін адамдардың қолдануы кеңес беріледі. Оның құрамындағы балластық зат асқазан ішек жолдарының жұмысын пайдалы әсер етеді. Фосфор біздің тістерімізге және қызыл етке пайдалы әсер етеді. Сондай-ақ өсу процестеріне қатысады. Сондықтан ол жас балаларға өте пайдалы. Темір иммунитеттің ұлғаюына әсер етіп, нашар көңіл күйді болдырмайды екен. Картоптың ағзасына берер пайдасын біліп алдыңыз деген ойдамыз. Ал картоптың зияны қандай? Әдетте салмақ тастағысы және азғысы келетін өзін картоп жеуден шектеп тастайды. Бұл да дұрыс. Картоптың зияндығы оның құрамында көмірсулар мен жасұнақтың көп болуында. Бұлар өз кезегінде адам ағзасында қанттың мөлшерін көбейтіп жібереді. Дұрысы, картоп тағамдарын дұрыс дайындай білуді үйрену керек. Картопты қуырғаннан гөрі қабығын бірге қайнатып жегеніңіз және қуырылған картоптан аулақ болғаныңыз өзіңіз үшін пайдалы болмақ. Картоптан жасалған бет терісіне арналған маскалар мен картоптан түрлі дәмді тағамдар жасаудан хабардар боларсыз. Мұнан басқа картопты үй тұрмысында ем-дом ретінде де пайдалануға болады. Кейбір адамдардың табанында қатайған тері мозоль пайда болып жатады. Яғни әсіресе биік өкше киетіндерге ыңғайсыз болуынан көз пайда болып, оны кетіре алмай әбіреге түсіреміз. Мұндайда картоптың көмегіне жүгініңіз. Табанға шикі картопты тарту арқылы ондағы қатайған теріні жұмсартуға болады. Ол үшін алдымен картопты үккіштен өткізу керек. Жарты стакан үгітілген картопқа 1 шай бал қосып араластырамыз. Осыны дәкеге салып, қатайған теріге жапсырып орайды. Сыртынан шұлық киіп 2 сағаттай жүру керек. Мұндай рәсімді күніне 2 рет қайталауға болады. Картопта ең қауіптісі крахмал. Пісіру кезінде ол шекте глюкозаға дейін бөлініп, қанға тез сіңіп кететін, жеңіл сіңірілетін түрге ауысады. Ал бұл артық салмақ қосуға ықпал етеді. Дегенмен мұндай әсерді 2 жолмен төмендетуге болады. Біріншісі, картопты тез және сусыз дайындау арқылы. Бұл әдіс бойынша әзірлесе крахмал резистенті күйде қалады. Сонда крахмал бөлшектенбей, тоқ ішекке бүтіндей жетеді. Нәтижесінде сіз глюкозаның зиянды әсерінен ұшырамай, ағзаңыздағы пайдалы бактерияларға сүйікті тағамын резистенті крахмал ретінде бере аласыз. Бұны дайындау ең жақсы тәсілі картоп кесектерін пеште пісіру. Екінші тәсіл картопты суытып жеу. Бұл ретте крахмал қайтадан резистентті болады. Сондықтан кешеден қалған картопты жеген пайдалы. Ал егер суықтай жей алмасаңыз, шамалы жылытып жіберсеңіз болады.